The Voice Қазақстан жобасы алғашқы тікелей эфир көрсетілді. Мен ешқандай да музыкант емеспін, вокалист емеспін, әнші емеспін. Дегенмен де музыкалық бағдарламаларды өте қатты жақсы көремін. Қазақстан дауысы жобасын өте қатты жақсы көремін. Сондықтан да тікелей эфир туралы өзімнің ойымды айтқым келеді. Бірінші болып шыққан Мейрамбек Беспаевтың тобы, Меруерт Мүсірәлі шықты бірінші. АБК тобының әнімен Тамшылар әнін өте керемет орындап шықты. Одан кейін барып одан кейін Дана шықты, маған аса ұнаған жоқ өнер көрсеткені, және Бексұлтан Кенжеғалиев шықты, өте ғажап орындады. Дегенмен де көрермендердің көпшілігі Данаға дауыс берді. Одан кейін бір тәлімгер біреуін ғана алып қалады, оны Бексұлтан болды. Одан кейін екінші болып Тұрардың тобы өнер көрсетті. Бірінші болып Досжан Үбей шықты, 91-ның әнін айтты. Менің ойымша бұл оның әні емес. Одан кейін барып Ерке Бұлан шықты, Батырхан Шүкеновтың Отан әнін өте ғажап орындап шықты. Және үшінші болып Дана шықты, Жанар Дугалованың Сен емес әнін тоже өте керемет орындады. Енді бұл жерде расында да Дана мықты болды, сондықтан да көпшілік көрермен соған дауыс берді. Ал бұл жерде әрі қарай Досжан өтті, Тұрар Досжанды таңдады, сондықтан да өте әділетті деп ойлаймын. Досжанның үлкен тәжірибесі бар, бұрын бір акапелла группада ән айтқаны есімде. Одан кейін барып Бағым Мұхитдинованың тобы шықты, Баян жоқ бұл жолы, қайда ол, түсініксіз. Бірінші болып өнер көрсеткен Бағдат Сейіт, лирикалық ән, Әмренің әні, Төлеген Мұхамеджанов жазған. Әдеттегідей сол баяғы лирика. Одан кейін бар шыққан Диас шықты, Гуин тобының әнін The Show Must Go On, мировой хит, өте қатты күшті орындады, қатты таң қалдым. Қазақстан дауысын басынан бері көріп келе жатырмын, бірақ Диас маған дәл осы тікелей эфирде дәл осы Гуин тобының әнін орындағаны қатты ұнады. Осы тікелей эфирдегі ең үздік сол орындаған сияқты менің ойымша. Одан кейін Алғыс шықты, Алғыс телефон әнін орындады, формат тобының жақсы орындады. Көбірек осы Алғыспен және Диас ұнады, бірақ көпшілік көрермен Диасқа дауыс берді. Сонымен Бағым әрине өзі бірге дуэт орындап жүрген Бағдатты алып қалды. Және соңғы болып Байғали Серкебаевтың тобы өнер көрсетті. Бірінші болып Ақмарал шықты, Джастин Тимберлейктің әнін орындады, өте керемет. Одан кейін Ольга шықты, тоже бір мировой хит. Ольгада сол бұрынғы бір типте сияқты жоба басталғалы. Және ең соңғы болып әрине Нұрай мықты шықты. Лара Фабианның Адажу әнін орындап шықты. Әрине әдеттегідей өте мықты, өзінің мықтылығын көрсетті. Менің ойымша осы жобада Нұрай мықты жеңіске жету керек. Мен осы жағын айтатын болсақ, тікелей эфирде Тұрсынбек Қабатов көп кідіріп қалып жатты өзінің сөйлемін айтып жатқан кезде. Енді мен журналистің мамандығым. Одан кейін қатысушылар да бір тұрып қалған кездер өте көп болды. Мүмкін тікелей эфир болған соң ондай қателіктер болатын шығар. Және көпшілік қауым телеграм арқылы дауыс береді. Менің ойымша қатысушылар өздері айтады,